Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен әдебиеттік оқу пәнінен 8-ші сабақ «Мен таңдайтын мамандық» деген тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: өзің білетін мамандық түрлерін ата. Балалар, жалпы өмірде мамандықтың түрлері көп, солардың ішіндегі бірнешеуін сіздерге атап берейін. Ол дәрігер, адамдарды емдейді, мұғалім оқушыларға білім береді, инженер құрылыс, техника жобалайды, агроном егін шаруашылығын дамытады, дәнекерлеуші, яғни сварщик дейді қазіргі таңда, бұл кісілер металл бөліктерін біріктіреді. Бағдарламашы, программист, бұлар компьютерлік бағдарламалар жасайды, ал әскери қызметкер дегеніміз елді қорғайды. Кітапханашы кітаптарды реттеп, оқырманға кітаптар береді. Олай болса балалар, сіздер өздеріңіз қандай мамандықтардың түрлерін білесіздер, өздеріңіздің нұсқаларыңызды жазып, айтып кетсеңіздер болады. Келесі тапсырма: екінші, түсініп оқы. Кім болғым келеді? Тау мен тасты қопарар, кенші болғым келеді. Достық сәлем апарар, елші болғым келеді. Темір жонар екпінді, токар болғым келеді. Жолда өткізер көп күнді, шопыр болғым келеді. Ұлағатта атанған, ұстаз болғым келеді. Бармағынан бал тамған, аспаз болғым келеді. Талай жерге әйгілі, әнші болғым келеді. Ғарышқа ұшқан алғамдай, көкке жеткім келеді. Елім үшін аянбай, еңбек еткім келеді. Балалар, өлең авторы Мұхтар Құрманалин. Үшінші тапсырма: өлеңде кенші, елші мамандықтары туралы не айтылған? Балалар, өлеңде тау мен тасты қопарар, кенші болғым келеді, достық сәлем апарар, елші болғым келеді деп өлеңде сипаттаған екен. Олай болса, төртінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Анықта. Төртінші тапсырма: бұл кімнің жұмыс орны? Оны қалай анықтадың? Балалар, бірінші суретте бұл цирк қызметкерінің жұмыс орны, себебі біз бұл сахнаға қарап білеміз, ал екіншіде бұл суретшінің жұмыс орны, себебі бұл жерде түрлі қылқаламдар, яғни сурет салуға керекті құрал саймандардың барлығы тұр, ал үшінші суретте бұл жерде тігіншінің жұмыс орны, себебі бұл жерде тігін тігетін машина тұр, және де тігілген дайын бұйымдар тұр. Осыларға қарап біз кімнің жұмыс орны екенін анықтадық, Келесі, соңғы төртінші суретте бұл шаштарашының жұмыс орны, себебі бұл жерде шашты кептіретін фен тұр, және де кісілердің отыратын орындықтары, яғни шаш алуға қандай құрал саймандар керек, бұның барлығы осы төртінші столдан табылып тұр, Келесі, отбасы мүшелерінің мамандығы туралы әңгімеле дейді. Біздің отбасымызда әрқайсымыздың мамандығымыз әртүрлі. Әкем мұғалім, ол мектепте математикадан сабақ береді. Ал анам дәрігер, адамдарға көмектесіп, ем-дом жасайды. Әпкем дизайнер, киім үлгілерін жасады. Ал ағам бағдарламашы, компьютерге жаңа бағдарламалар жасайды. Мен болсам, болашақта инженер болуды армандаймын. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма: сұраққа жауап жаз. Кім болғың келеді? Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Өйткені балаларға жаңа нәрсе үйрету маған ұнайды. Мұғалім әр оқушыға білім беріп, ақылды болуға көмектеседі. Мен де жақсы оқып, сабырлы, мейірімді мұғалім боламын. Сол кезде көп балаға пайда әкелемін. Балалар, осылайша сіздер де өздеріңіздің кім болғыларыңыз келеді, соны жазсаңыздар болады. Қорытындыла. 6-шы тапсырма: саған өлеңде айтылған қай мамандық ұнайды? Маған өлеңде айтылған мамандықтардың барлығы ұнайды. Бұл мамандықтардың барлығы қоғамға керек, маңызды мамандықтар. Үй тапсырмасы: мұғаліміңе мамандығы туралы бір сұрақ жаз. Балалар, мен үй жұмысына сіздерге мына 3 сұрақты дайындап қойдым. Сіздер де осы сұраққа қарап, өздеріңіздің ойларыңызда жүрген сұрақтарыңызды ұстаздарыңызға қойсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.